Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law anna libna Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man taba." Muttafaqun alayh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde, İbn Abbas rivayet etken hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam balasının bir say to'la altını bolатын bolsa, ol adam tagı da bir say to'la altın bolsa dep kalaydı deydi. Ol adamның ağzın толтыра алмайды. Оны тек қана топырақ қана толтырады. Яғни адам баласы үшін бір сай толы алтыны болса, ол адам тағы да бір сай толы алтын болса деп қалайды. Ол адамның аузын тек қана топырақ қана толтырады дейді. Уаятабуллаху аля ман таба, және де тәубе еткен адамның Алла тәубесін қабыл етеді дейді. Осы тұста рауиіміз Ибн Аббас радиаллаху анхуманың айтқан сөзі бар. Тәубе насуха жүрекпенен өкіну, тілменен истигфар айту, және де жаман іс әрекетіне қайта қайтпауға бел болу дейді. Қараңыз, біріншісі жүрекпен өкіне білу керек. Мына жүрек істеген ісіне өкіне білу керек. Ал бұл өкінішті тілменен истигфар айта білу керек. Үшіншісі, қайтып ол жаман іске қайтпауға бел буа білу керек. Міне тәуба насуха. Қазақта мынандай сөз бар ғой, жаңағы адамның көзін топырақ қана толтырады деп жатады. Қанша берсең де адамның көзі тоймайды. Бірақ оның көзін топырақ қана толтырады дейді. Хадиста адамның аузын тек қана топырақ толтырады дейді. Сол үшін ардақты ағайын, Алла Тағала бізді мына бір ғұмырға осындай адам қылып жаратқанына хамды сан айтуымыз керек. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сарадара жолын ұстана берсек, иншалла барар жеріміз жәннат болады иншалла.